Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін менде жаңа влог, біраз күн түсірмей кетіп ем. Бүгін қайтадан қолға алып жатырмын. Так что менімен болыңыздар, соңына дейін көріңіздер. Сіздерге приятного просмотра. Қыздар, бүгін мен қазір шашымды жуып алдым. Енді прическаға барам. Сосын бізде бүгін той. Неден көргендеріңіздей. Мамамның екінші мамам, яғни енемнің бүгін туған күні, юбилей 50 жас. Соны кафеде атап өтейін деп жатырмыз. Соған дайындық. Соған барамыз. Соның дайындығына көрдіңіз. Шашым суалы қазір. Кепсін. Прическасы қалды ғой. Ал қыздар, мінім. Осындай прическа жасадым, ішіне қағылып. Кейін сырға тағам, потом макияж жасаймын, өзім жасаймын макияжды. Көйлек киемін, потом болды. Ну как? Ну как? Сеніме келе жатыр. Кетейін істесі. Уаля, қалай? Мне кажется, горный дамын. Вообще уақытпен түсірейін. Той басталып кетті. Hoş geldiniz. Matador'da әдемі сарайым бар. Осында той қылатын ағайым бар. Нағашылар тойды көтеріп билеп шығып жатса, қошемет қылмаймыз ба ағайында? Бүгін алған орындарыңыз құтты болсын. Ақ тілек өздеріңізден көшті бастап келіп жатқан. Алға келе жатсың, іштегі уайымдамаңыздар. Рахмет, енді келесі айналып қазақ тойының хит әні 80-ші, 90-ші жылдары қазақ тойының хиті болған көңілді әндерге бір-бір ән ұсынайық. Ойынымыздың ең соңғы айналымына бір табан жақындап келе жатырмыз. Оң жағынан ұсынылатын 80-ші, 90-ші жылдардағы қазақ тойының хит әні. Жібер маэстро! Биле бөлдірек бірге шығайық. Дәл осындай көңілді ән тәтесіздің тобыңызға көңіліңізді ортаға шығып билеп күшті қылып айтып жатыр. Кезек сіздерде. Ал төрт дастархан болып бірге шырқайық. Жібер маэстро!
әдемі топ алда келе жатыр. Енді ойынымыздың жеңімпазы Гүлмира ханымның тобы. Жеңіс құттымыз, бұл жеңіске қалай жеттіңіз? Және Жанар Тәжемен контракт болсын. Қонақтарымызға ерекше алғыс айтамыз. Қазіргі таңда сіздер ән салып жатсаңыздар, енді біздің тараптан ұсынылған әдемі әсем әнді қабылдаңыздар. Ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз әсем әнде болсын. Жуырда көпшіліктің назарына жол тартқалы жатқан сиясы кетпеген су жаңа әнді сіздерге тартып. Сөйтіп түсте басталған тойымыз кешке аяқталды. Сосын бір сағаттан кейін фотосессияға бардық. Мама и дочь көйлектерім бар тұғын, сол көйлектерге біреумен пока что фотосессия жасап алайын деп шештім. Сөйтіп қызымды алып келдім. Привет! Кетіппін ғой вообще. Фотосессияны салмадым енді және. 9-16 сала салам енді. Ал қыздар. Той бітті, фотосессия бітті. Міне шашымды жаңа шештім. Арттағы хаосқа мән бермей ақ қояйық. Ол біздің спальный осылай болып тұрады. Көйлектер бар ғой, солардан кейін осылай екі бүкіл жиналмаған сияқты көрініп тұрады. Мына жерлерді реттестірген түрім. Жаңағы әкемнің грабелін салып тастайтын. Жерге біздің кеу қапты, түтті кетпейді. Сүрту керек көп тұр ертең. Кірпіктерді қазір салам. Алтыным, сырғам. Тоже сырғам. Ночные невидимка, но не снимать на окон пол, кстати, фруктылар бар, білмеймін қайын еген фруктылар екенін, бірақ неге фрукты тұр жаңа тойдан. Сол енді қазір макияжды өшірем. Сонымен бүгінгі влог аяқталды. Сіздерге қалай болды, ұнады ма, ұнамады ма? Басып лайк басып кетіңіздер. Ал мен макияжымды өшірейін, сосын ұйықтауға дайындалайық. Сағат уже 11-ге 20 бар. Кір қосып қойдым. Кір біткен соң сразу ұйықтаймыз. Ертең еткен садик, сабақ, жұмыс бітті. Хорошо отырып тұр. Да уж. Бірақ макияжды өзім жасадым ғой бүгін. Прям андай. Ұнады енді суреттерде андай. Прям андай. Блин, деген кетті. Нормально енді былай жеңіп келеді. Енді прическада енді жасаттым. Şimdi қазір қысқа ғой, шашымды қиғаннан кейін. Всем пока!